Қайырлы күн, құрметті достар. Менің сіздерге келесі ұсынатын дәрісімнің тақырыбы сырғаның сырлы тарихы. Қазақтың халықтық зергерлік өнері ұлттық мәдени тарихынан ерекше орын алады. Өнердің бұл түрінің түп төркіні мыңдаған жыл әріде жатыр. Қазба жұмыстары кезінде табылған бұйымдардағы қолтаңбалар ежелгі өнердің көркемдік деңгейінің биік болғанын байқатады. Қола дәуірі кезеңдегі зергерлік бұйымдар формасының монументтілігі мен көркемдік әсерлілігімен ерекшеленсе, ал есік обасынан шілікті, бесшатыр қорғандарынан табылған скифтерге тән аңдарды бейнелеу стиліндегі алтын бұйымдар және одан кейінгі замандардағы кеніштерден ашылған басқа да көркем бұйымдар зергерлік өнердің шын мәніндегі қайталанбас асыл мұралары болып табылады. Зергерлердің көп жасаған бұйымдарының қатарына әйелдерге арналған әшекейлер жатады. Әшекейлердің бұл түрі тек сән салтанатқа ғана емес, әдет ғұрып, наным сенімге де тікелей қатысты болғандықтан, кез келген әлеуметтік ортаның өкілі өз хал қадірінше әртүрлі әшекейлер иемденуге тырысқан. Андрондық сәндік әшекейлердің арасынан ең көп кездесетіні екі ұшы иіліп қосылған дөңгелек сырға. Ондай сырғалар мыс сымнан жасалған. Мыс сым күдерімен ысып, жалтыратылып, жұқа алтынмен қапталатын болған. Мұндай тәсіл қымбат металды үнемдеуге мүмкіндік туғызған. Алтынмен қаптау кейін көшпенділер өнерінде де қолданылған. 1980 жылы Жетісу шығысындағы Мыңшұңқыр зиратынан екі алтын сырға табылған. Ол Карасук мәдениетіне жатады. Ол мәдениеттің Орта Азиялық мәдениеттен таралғаны белгілі. Сол сырғалардың біреуіне алтын жалатылған. Оның андрондық дөңгелек сырғалардан еш айырмашылығы жоқ. Түр жағынан ерекше болып құйылған. Екіншісінің өте қолайлы да әдемі бекіткіші бар. Дөңгелек сырғаның ортасына бірінің артына бірі тұрған екі ат бейнеленген. Сырғалардағы жануарлар бейнелеріне керемет ұқсастығы Орталық Азиядан табылған ескерткіштерден көруге болады. Онда жануарлар бейнеленген сырғалар бұғы тастарына қашалып жасалған. Мұндай тәсіл таяу шығыста біздің дәуірімізге дейінгі 3000 жылдықтан бастап белгілі. Бұл тәсіл ол жақта біздің дәуірімізге дейін 2000-1000 жылдықтарда сақталды. Сонымен, археологиялық деректерге қарағанда, Қазақстан территориясында зергерлік өнер біздің дәуірімізге дейінгі 2000 жылдықтың екінші жартысында пайда болған. Сырға ерте уақыттарда тіпті зиратта құлыптастарда бейнеленіп, қайтыс болған адам туралы мәлімет беріп тұрған. Біздің заманымыздан бұрын 2-ші ғасырынан алтын, күмістен, асыл тас орнатылып жасалған сырғалардың өте сәнді түрлері шыға бастаған. Алматы облысы Есік қорғанынан табылған алтын киімді сақ жауынгерінің бас сүйегінің сол жағынан жақұт тастар мен әшекеленген алтын сырға табылған. Бұл біздің дәуірімізге дейінгі 5-4 ғасырлардағы сақтар заманына жатқызуға болады. Көрші қарақалпақтарда мұрынға сырға тағу кең таралған және Қазақстанның оңтүстік, шығыс өңірінде де кездескен. Ғалым Шойбеков еңбектерінде атап өткендей, оны арабек немесе әребек деп атайды. Қазақстанның кейбір өңірінде ұзақ күттірген ол дүниеге келгенде тіл көзден қорғау үшін құлағын тесіп сырға салатын болған. Мұндай ғұрып тувалықтарда да болған. Ал өзбектер мұндай жағдайда көп балалы 7 әйелдің әшекей сынықтарынан балқытып сырға жасаған. Қазақтарда ұл бала мұндай сырғасын 5 жасқа дейін, ал өзбектер үйленгенге дейін таққан. Ел арасында мұндай ғұрып 20 ғасырдың басына дейін сақталып, 40-50 жылға дейін кездесіп қалатын. Сырға қыз келіншектердің сүйіп тағатын әсемдік бұйымдарының бірі. Сыртқы келбетінің ажырамас бөлігі. Ол қыздардың әсем келбетінің
қалыптасуына және оның табиғи толысып жетілуіне ықпал етеді. Қазақта ертеректе қыз баланы қырқынан шығара салып, құлағының сырғалығын, яғни құлағының етегін тары дәнімен уқалап, етін өлтіріп, отқа қарылған инемен тесіп, оған жібек жіп өткізіп, тұйықтап байлап қоятын. Құлақтың тесігі бекітіліп қалмау үшін кейінірек кішірек күміс сырға тағатын. Ол жас нәрестеге тіл көз тимесін деген мағынада тағылған. Ертеде қыздың басы бос атастырылмаған болса, керегеге немесе түс киіз бен кілемге, тіпті бақанға сырға іліп қою салты болған. Үйге келген қонақ немесе жолаушы ілулі тұрған сырғаны көрсе, бұл үйдің бойжетіп отырған қызы бар екен, ата-анасы әлі ешкіммен құда болмапты деген ой түйген. Бұрын қазақта айттырылған қызға сырға емес, үкі тағу дәстүрі болған. Жігіттер қыздың бөркіндегі үкісіне қарап, оның басы бос емес екенін айттырылып қойғанын білген. Айттырылған қыз қалыңдық атанып, сол сәттен бастап өзін жат жұрттық сезінеді. Қазір үкі тағу дәстүрін сырға салу алмастырды. Сырға салу қыз ұзату, келін түсіру жоралғыларынан бұрын жасалатын дәстүр. Сырға қызға құда түсу кезінде тарту етілетін бағалы сыйлық болып табылады. Қазақта құлаққа сырға тағып жатқан кезде құлағың ауырмасын, жаманшылық естіме, бетің ажарлы болсын деген тілек айтылады. Бұл салт қазірге дейін Қазақстанның оңтүстігінде қатаң сақталған. Салыстыра кететін болсақ, Саян Алтай халқында қалыңдықты сырғалы деп атайды. Қалмақтарда қыздар бір құлағына, ал келіншектер екі құлағына сырға тағатын болған. Қалыңдықтың санатына қосылған қыздардың сырғасындағы күн, жұлдыз, ай пішінде, сондай-ақ дән, жапырақ, бидай түрінде ілінген салпыншақтар астарында ұрпақтың өсіп өнуінің сыры жатыр. Онымен қатар, сырға құлақ арқылы жаман күштің бойға енуіне жол бермейді деген наным қалыптасқан. Мұндай ұғым басқа халықтарда да бар. Сондықтан әйел адам сырғаны тек пішінін өзгерте отырып, үнемі тағып жүреді. Оның құрылымы бастапқыда күрделі болса, кейіннен қарапайым пішінге көшеді. Халық сенімі бойынша сырға құлақты жағымсыз әсерден ғана емес, өсек аяңнан, әдепсіз сөзден, тағы басқадан қорғайды. Осыған байланысты әйелдердің құпия әңгімесін естіген жас өспірімдерге әдетте құлағыңа алтын сырға дейтін дәстүр қалыптасқан. Осы сөзден кейін олар өздеріне қажет емес мәліметті қабылдамайды деп есептеген. Қазақ зергерлері қыздардың ажарын ашып тұратын сырғалардың алуан түрлерін жасаған. Әбілхан Қастеев атындағы өнер музей қызметкерлері 1970 жылдардың бас кезінен бастап Қазақстанның әр өңірлеріне экспедицияларға барып, көптеген зергерлік бұйымдар әкеліп, музей қорын толықтырды. Музейдің қорында 19-20 ғасырға жататын халықтың зергерлік өнер жәдігерлері бар. Қорда сырғалардың жергілікті жерлерге байланысты алуан түрлері мол. Оның ішінде ай сырға, тас көзді сырға, күмбез, салпыншақ, сабақты, шашақты сырға тағы басқа түрлері өте көп. Жалпақ сырғалар ай түрінде, кейде жұлдыз түрінде, гүл жапырақшасы, доғал, дөңгелек, үшбұрыш етіп жасалды. Көлемді сырғалар әдетте дөңгелек, шар, тамшы, цилиндр, конус, қоңыраулы пішіндес болады. Өте әдемі көз тартатын көгілдір ақықпен көмкерілген тастардан көз салынған сырғаларда кездеседі. Қатар-қатар салпыншақтан тұратын ауыр сырғалардың түрлері де бар. Қазық сырға деп аталатын тік өзекке күмістен, ақықтан, маржаннан жасалған домалақ шар немесе басқа бейнедегі тастар тізілген сырға түрін бөліп айтуға болады. Мұндай сырға түрлері кезінде қыпшақтар мекендеген. Сондай-ақ ғалым Крамаровский деректеріне қарағанда,
одан да бұрынғы алтын орда кезеңіне жататын аумақтарда кездеседі. Кейде сырға сәнділігін арттыра түсу үшін екі қабатты салпыншақ түрінде жасалады. Бұл жағдайда сырғаның атауы өзгеріп, оларды сабақты сырға, салпыншақ сырға, шашақты сырға деп атайды. Жасалу жағынан ерекшелігі сабақты сырғалар көлемді әрі ұзын әшекейлерін мол етіп жасаған. Кейбір сабақтардың салпыншақпен жалғасатын бөлшегінің өзі бойжеткен қыздардың алақанымен бірдей. Оны құлаққа салса жырып кететіндіктен жіппен ширатылған күміс сыммен көтермелеп шашқа, бас киімге, сәукелеге байлап бекіткен. Мұндай сырғаны сәукеленің самай тұсынан ілмелеп байлайды. Оның көне аты төбе сырға. Зергерлік өнерде бұйымдардың сыртқы пішінін, бет бедерін, ай, күн, жұлдыз сияқты аспан шырақтарына ұқсас космогониялық өрнектермен безендіру жиі ұшырасатын құбылыс. Ол халықтың өте ерте заманнан қалыптасқан сенім нанымы, әдет ғұрып салт санасына байланысты туған. Қазақ сырғаларының құпиясы символикаларымен күшейе түседі. Олар күн, ай, бұрама формалы болып келеді. Үш бұрышты тұмарша тәрізде сырғаларды жасы үлкен адамдар әлі күнге дейін киелі санайды. Маңғыстауда ай сырғалардың ішкі жағынан жұлдыз орнатып әшекелейді. Қазақ әйелдері сырғаны бала кезінен қартайған шағына дейін таққан, яғни жасы егде әйелдің де сырғасы болғанымен, ол кимешектің астынан көрінбей қалатындықтан жиі тақпаған. Бабаларымыздың эстетикалық талғамының зор болғандығы сондай, сырға таққан әйелдер төңірегіне қаншама шуақ шашып, әдемілікке, әсемдікке баулитынына жете мән берген. Назарларыңызға рахмет.